Ассалаумағалейкум қазақ елі достар, бізде детейлинг қызметінде жаңа 2020 жылғы УАЗ бұл көлік салонда 6 миллион 850 мың тұрады екен. Едем в соседнее село на дискотеку. Бұл көлікке біз дыбыссыздандыру жасаймыз, терезелерін күңгірттейміз. Жалпы кеттік көлікке шолу жасаймыз. Едем с гаража угнав папину победу. Едем в соседнее село на дискотеку. Жалпы балалық шақтан қалып кеткен менде ностальгия сезімі бар деп айтса болады. Өйткені бала кезімізде жанұямызда УАЗик автокөлігі болатын. Ең бірінші сезім ол көлікке отырып жүрген кезде өте биік отырдық. Сондай бір ерекше сезімде болғандығымыз. Есіктерін қарап өтейік. Ескі УАЗикпен салыстыратын болсақ, достар, есік карталары пайда болған. Яғни мынандай матамен есіктің қалташаларын жапқан, және де мынау құлпы өзгерген. Сосын достар, өздеріңіз байқап тұрсаңыздар, мынау УАЗик автокөлігінің есігінің жартысын арнайы болттарды шешіп алып тастап, мына төбе жағын алып тастауға болады. Сосын достар, ескі УАЗикпен ерекшелігі терезелер жартылай ашылады десек болады. Баяғы УАЗиктерде тек қана шеттері ашылатын тұғын, қазір сәлі ыңғайлырақ, көбірек ашылады десе болады. Жалпы достар, тағы да өзгеріс. Рульде гидрокүшейткіш пайда болған. Рульді бұру баяғы УАЗиктерге қарағанда әлде қайда жеңіл. Сосын достар, қозғалтқыш өзгерген. Бұл жерде 2.7 газель автокөлігінің қозғалтқышы тұр. Жалпы салонда қарайтын болсақ, еденге резина төселген, практикалық жағынан қайда ыңғайлы. Сосын жалпы жаңа көрсеткіштер, жаңа бастырмалар пайда болған. Осындай достар УАЗик. К ней меня силком ведут на дискотеку, сами в пляс идут. Меня окутала безудержным туманом. Вот она пришла, любовь. Едем в соседнее село на дискотеку.